Сәлеметсіздер ме, курс тыңдаушылары? Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазандағы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру тақырыбындағы Қазақстан халқына жолдауымен мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілерін таныстыру мәселесін қарастырмақпыз. Бұл жолдауда қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі басты басымдылыққа айналуы тиіс деп, осы жолдауда елбасымыз бірнеше басым бағыттарды нақты атап өтті. Бірінші, халық табысының өсуі, екінші, тұрмыс сапасын арттыру, үшінші, өмір сүруге жайлы орта қалыптастыру, төртінші, азаматтар сұранысына бейімделген мемлекеттік аппарат, тиімді сыртқы саясат, әрбір қазақстандықтың еліміздегі өзгерістер үдерістеріне атсалысуы. Осы екінші бағыт бойынша, тұрмыс сапасын арттыру бойынша, біздің білім берудің сапасы қолжетімді, жайлы және қауіпсіз жайында өмір сүру мәселелері әрбір қазақстандық отбасына қатысты. Осыған орай бюджет шығыстарының басымдықтарын қайта қарау мәселесі қарастырылған. Екінші қарастырылған бағыт бойынша екінші тармағында мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керек делінген мәселе қарастырылған. Осы мәселелер бойынша сіздердің ой-пікірлеріңіз қандай? Бүгінгі міне жолдауда айтылғандай, білім беру ісінде А4 моделіне креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативті дамытуға және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылатқанына біз өте қуаныштымыз. Мектепке дейінгі мекемелерде біліммен қатар үздіксіз тәрбие беріледі. Мектепке дейінгі мекемелер тәрбиешілерінің жаңартылған білім беру мазмұны бағдарламасы бойынша білімдерін жетілдіру дамытылса, қиындығы мен қызығы қатар жүретін осы балабақшалардағы біздің тәрбиешілеріміздің мәртебесін көтеру ісі жолға қойылса, біз нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймыз. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында қызметкерлердің жалақылары арттырылса, сол балабақшадағы кадрлар тұрақталар еді. Құрметті курс тыңдаушылары, бүгінгі елбасымыздың жолдауы біздің мектепке дейінгі ұйымдар үшін өте маңызды болғандықтан, осы жолдауды талқылау шарасына ұйымдастырдық. Осы шараға қатысқандарыңызға рахмет.